Кенжебай Мейірбек, Мидтерм. Қазақ халқының мемлекеттілігі терең тамырлы, мыңдаған жылдық тарихы бар ұлы құбылыс. Ол бір күнде немесе бір ғасырда пайда болған жоқ. Бұл біздің ата-бабаларымыздың ұлт ретінде қалыптасуының жерін қорғап, елін біріктіру жолындағы қаржылы күресінің нәтижесі. Қазақ мемлекеттілігі ежелгі дәуірлерден бастау алып, орта ғасырлардағы қазақ хандығы арқылы дамып, 20 ғасырда алаш қозғалысы мен кеңестік кезеңдерде жаңғырып, тәуелсіз Қазақстан Республикасы ретінде кемеліне жетті. Осы баяндама біз мемлекеттің тарихи кезеңдерін жүйелі түрде қарастырамыз. Қазақ хандығының құрылуына дейінгі алғышарты, қазақ хандығының құрылуы мен оның дамуы, қазақ мемлекетінің қайта жаңғыруы кезеңі, алаш қозғалысы, КСРО-ның ыдырауы және Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі. Қазақ хандығының құрылуының алғышарты. Қазақ хандығының құрылуы кездейсоқ болған жоқ. Бұл ғасырлар бойы этникалық, саяси және де мәдени даму үдерісінің заңды нәтижесі. Ежелгі мемлекеттер мен олардың сабақтастығы. Қазақ жері азамат өркениеттерінің ежелгі ошақтарының бірі. Бұрынғы дәуірлерде бұл жерде көптеген мемлекеттер өмір сүрді. Сақтар мемлекеті. Біздің заманымызға дейін 7-3 ғасырлар. Олар ержүректілігімен, жерін қорғаудағы батырлығымен танылды. Томирис ханым бастаған сақтар мемлекеттілік пен еркіндік идеясын алғаш көтерген халықтың бірі болды. Үйсін мемлекеті біздің заманымызға дейін 3 ғасырлар және де 5 ғасырлар. Жетісу жерінде құрылды. Астанасы Чигу қаласы. Үйсіндер дипломатияны, сауданы, тұрақты басқару жүйесін дамытты. Қаңлы мемлекеті біздің заманымызға дейін 2 ғасыр, біздің заманымыздағы 5 ғасыр. Сырдария бойында орналасып, көрші елдермен экономикалық және мәдени байланыс орнатты. Орта ғасырларда бұл дәстүрді жалғастырған мемлекеттер. Түрік қағанаты 6-8 ғасырлар аралығында түрік халықтарының алғашқы орталықтанған мемлекеті. Түрік атауы тұңғыш рет осы кезде саяси мәнге ие болды. Қарлұқ қағанаты 8-10 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Қарахан мемлекеті, Қыпшақ хандығы, Алтын Орда, Ақ Орда және де басқа барлығы кейінгі қазақ хандығының саяси мәдени негізін қалаған болады. Олардың әрқайсысы мемлекеттік басқару дәстүрін, құқық жүйесін, әскери тәртіпті және рухани мәдениетті дамытты. Осы тәжірибелер қазақ хандығына дайын іргетас болды. Саяси және әлеуметтік жағдайы. 15 ғасырдың ортасында Дешті Қыпшақ қаласында билік жүргізген Әбілхайыр ханның саясаты халықты қанағаттандырмады. Ол саясатты көбейту, ру тайпалар арасында ішкі соғыстар жиіледі. Халықтың тұрмысы төмендеді. Осы себепті көптеген ру тайпалар бейбіт өмір мен әділ билік іздеп жаңа билеушілердің соңынан ерді. Міне осындай тарихи жағдайда Керей мен Жәнібек сұлтандар халықтың үмітін ақтап, жаңа мемлекеттің Қазақ хандығының негізін қалады. Қазақ хандығының құрылуы, тарихи мен территориясының қалыптасуы. Қазақ хандығы 1465 жылы құрылған болатын. Бұл кезеңде Керей мен Жәнібек бастаған қазақ рулары мен тайпалары Әбілхайыр ханның билігінен бөлініп, Моғолстан жерін қоныс аударды. Моғолстан ханы Есенбұға оларға Шу мен Талас өзендерінің бойынан қоныс берді. Осы жер қазақ хандығының алғашқы астанасы айналды. Қозыбасы. Бастапқыда хандық шағын ғана аумақта өмір сүрді. Бірақ Керей мен Жәнібек елдің ішкі бірлігін нығайтып, көрші мемлекеттермен бейбіт қатынас орнатуға күш салды. Қазақ халқының этникалық бірігу процесі осы кезде толық аяқталған болатын. Уақыт өте келе қазақ хандығының аумағы ұлғайып, Сырдария бойындағы қалалар Созақ, Сығанақ, Түркістан сияқты елдің саяси және рухани орталығына айналған болатын.
Қазақ хандарының ішінде ерекше орын алатын тұлғалар бар. Қасым хан елдің аумағын кеңейтіп, ішкі тұрақтылық орнатып, оның тұсында қазақ хандарының жері қазіргі Қазақстан аумағының көп бөлігін қамтыды. Қасым ханның атақты заңдар жинағы Қасым ханның қасқа жолы мемлекеттік құқықтық жүйені нығайтты. Және де кейін Хақназар хан, Тәуекел хан, Есім хан және де Тәуке хан билік құрған кезеңдерге мемлекеттер дамыды, сыртқы саясаты күшейді. Тәуке ханның жеті жарғысы қазақтың дәстүрлі құқық жүйесінің шыңы болды. Осылайша қазақ хандығы 16-17 ғасырларда орталық Азиядағы беделді мемлекеттердің біріне айналған болатын. Қазақ мемлекетінің қайта жаңғыруы 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басы қазақ халқы үшін ояну дәуірі, отаршылық саясатқа қарсы күрестің жаңа түрі пайда болды. Ұлттық саяси қозғалыс қазақ зиялылары білім алып, еуропалық демократиялық идеяларды меңгеріп, елдің болашағы туралы ойлай бастады. 17 жылы Қазан төңкерісінен кейін Ресей империясы ыдырап, елде анархия күшейді. Осы кезде қазақ зиялылары елді бөлшектенуден сақтау үшін Алаш автономиясын жариялады. Бұл оқиға 1917 жылдың желтоқсан айында Орынбор қаласында өтті. Алаш автономиясының басшылары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Жаһанша және де Халел Досмұхамедұлы, Мұхаммед Тынышпайұлы сияқты қайраткерлер болған. Олардың мақсаты қазақ жерін біріктіріп, ұлттық автономия құру, заң мен әділ үстемдік ететін демократиялық мемлекеттер орнату, білім мен мәдениетті дамыту, әскери мен басқару жүйесін құру. Алаш үкіметі небәрі бірнеше жыл өмір сүрсе де, ол қазақ мемлекеттілігінің жаңғыруының нышаны болды. Алаш арыстандарының идеялары тәуелсіз Қазақстанның идеологияның негізіне айналған болатын. Қазақ КСР АКСР 1920 жылы кеңес үкіметі орнап, Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы Қазақ АКСР құрылған болатын. Бұл кеңестік жүйе шеңберіндегі автономия болса да, ол қазақ жерінің шекарасы заңды түрде бекітуге мүмкіндік берді. 1936 жылы Қазақ АКСР кеңестік социалистік республикасы Қазақ КСР айналып, КСРО құрамындағы кең құқықтық республика мәртебесін алды. Бұл кезеңде елде үлкен өзгерістер болды. Мәселен, индустрияландыру жүріп, зауыттар мен фабрикалар салынған болатын. Мектептер, университеттер ашылды, халық сауаттанды, мәдениет пен ғылым дамыды. Алайда бұл жылдары ауыр сынақтарда болған болатын. 1920 жылы 1930 жылдардағы ашаршылық, 1937-38 жылдардағы саяси қуғын-сүргін, екінші дүниежүзілік соғыс болған болатын. Соғыста 1 миллион қазақ халқы барып, оның жартысы елге оралған жоқ болатын. Бірақ осыған қарамастан қазақ халқы мойымады. КСРО-ның ыдырауы және Қазақстанның тәуелсіздікке жетуі. 1980 жылдарының соңында Кеңес одағы терең дағдарысқа ұшырады. Экономика әлсіреп, халықтың тұрмысы нашарлады. Ұлттардың өзін-өзі басқаруға деген талпынысы күшейді. Осы кезде Қазақстанда да ұлттық сана оянды. 1986 жыл желтоқсан оқиғасы тәуелсіздік жолындағы алғаш үлкен қадам болды. Алматыда жастар әр халықтың өз басшысы болсын деп бейбіт түрде шеруге шықты. Бұл оқиға кеңес билігінің ұлттық саясатына қарсылықтың символына айналды. 1991 жылы Кеңес одағы ыдырап, тәуелсіз мемлекеттер құрылды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алған болатын. Бұл қазақ халқының ғасырлар бойы арманының орындалуы еді. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасқаны елдің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болды. 1993 жылы ұлттық валютамыз теңге енгізілді. 95 жылы жаңа конституция қабылданып, мемлекеттік билік жүйесі бекітілді.
ту, елтаңба, әнұран сияқты рәміздер қабылданды. Қазақстан халықаралық аренада бейбіт ел ретінде танылды. Біріккен ұлттар ұйымы, Ислам ынтымақтастығы ұйымы және тағы да басқа беделді ұйымдарға мүше болған болатын. 97 жылы еліміздің астанасы Астана қаласына көшірілген болатын. Бұл тәуелсіздіктің жаңа көзқарасы және де символы болған болатын. Тәуелсіздіктің жылдары Қазақстан экономикасы білім мен ғылымды, мәдениетті дамытуда үлкен жетістіктерге жетті. Елдің басты жетістігі тұрақтылық, бейбітшілік және халықтық бірлігі. Және де қорытындылай кетсем, қазақ мемлекеттілігінің тарихы, ұлттық рухани беріктері мен өміршеңдігін дәлелдейтін ұлы шежіре. Ежелгі сақтар мен үйсіндерден бастап қазақ хандығына, Алашордадан тәуелсіз Қазақстанға дейін жол. Бұл ұлттық тағдыры мен ерік жігерінің көрінісі. Қазақ хандығы біздің мемлекетіміздің бастауы, алаш қозғалысы оның жаңғырған кезеңі. Ал тәуелсіз Қазақстан сол арманның жүзеге асқан бейнесі. Бүгінде Қазақстан егемен, демократиялық және зайырлы мемлекет. Біздің басты мақсатымыз ата-бабаларымыз қалдырған, аманат етіп қалдырған тәуелсіздігімізді, жерімізді сақтау, оны нығайту және келер ұрпаққа аман жеткізу. Тарихымызды білу болашағымызды айқындайтын басты шарт. Сондықтан әрбір қазақ азаматы өз елінің тарихын, мемлекеттілігін қалыптасу жолын мақтап тұтуы керек.